Баршаңызға қайырлы күн, құрметті әріптестер, достар. Бүгін сіздерге осындай жұмыс дәптерін жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл жұмыс дәптерін жасау өте оңай және ең бастысы бір ғана программамен жұмыс жасайтын боласыздар. Бұл жерде мен 2 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балаларға осындай тапсырмалар дайындадым. Осылай сіздерде распечат етіп алып, жаңағы оқушыларға ұсына аласыздар. Бұл жерде менде бұл жұмыстың PDF форматында, яғни электронды түрде нұсқасы бар. Солай да ұсына аласыздар. Міне. Осылай балаларға қолдануға болады. Әсіресе садикке немесе жаңағы развивающий центрлерге өте керемет жұмыс дәптері. Ендеше қалай жасалынатынына тоқталып өтейік. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және басқа да әріптестеріңізге, достарыңызға жіберіңіздер. Достар, ең алдымен сіздер App Store-ға кіріп, iPhone-нан немесе Android-ға кіріп, Canva деген программаны бастырып аласыздар. Canva-ны өздеріңізге жүктеп алғаннан кейін міндетті түрде тіркелулеріңіз қажет. Яғни логин парольдарыңызды жазып аласыздар. Google аккаунтпен кірулеріңізге болады. Содан кейін тіркелгеннен кейін жұмыс жасауды бастаймыз. Сіздерге кірген кезде вход деп тұрады, немесе зарегистрироваться деп тұрады. Сіздер өздеріңіздің жаңа айтып өткендей Google аккаунттарыңызбен тіркеле аласыздар. Мен өзімнің Google аккаунтымен Dara.kz-бен тіркеліп алғанмын. Міне енді мұнда қарасаңыздар, көптеген нәрселер бар өздеріңізге керек. Мысалы, видео жасауға болады, презентация жасауға болады, оның барлығын білесіздер. Төменге ақырындап түссек, мұнда документ бар, рабочий лист деген бар, фон бар, видео бар, жаңағы ашық сабаққа шақыруға арналған видео барлығын осы жерден сіздер жасай аласыздар. Мысалы, мынау көріп тұрғандарыңыздай документіде міне жұмыс парақшаларын осы жерге жасауға болады, кез келген таңдап алып. Енді біз қазір кітапшаны жасау үшін рабочий лист дегенді басамыз. Просмотреть все дегенді басамыз. Міне төменге түссеңіздер, көптеген рабочий лист бар. Осы жұмыс парақтарының кез келгенін өздеріңізге алып қолдана аласыздар. Бірақ бұл жерде бір айта кететін, платный дегендер, платный жұмыстарды сіздер өзгерте алмайсыздар. Платный жұмысты тек қана скрин жасап алып, өздеріңіз өзгерте аласыздар. Мысалы, мен сіздерге қазір бір платный жұмысты көрсетейін. Міне бұл жерге кіргенде сіздер использовать этот шаблон қолдану үшін Canva-ға ақша төлеулеріңіз қажет. Міне, егер сіздер ақшасын төлеп қолданатын болсаңыздар, мынаның барлық жазуын қазақ тілде ауыстырып қолдануларыңызға болады. Керемет. Төменге түссеңіздер тағы похожий міне осындай жұмыстар. Керемет. Мына жердегі барлық әріптерді өзгертіп жасауға болады. Енді бесплатный нұсқада біреуін көрсетейін сіздерге. Қазір барлық көрнекіліктерді сіздер осы Canva арқылы жасауларыңызға болады. Мысалы, жай ғана осы нұсқаны көрсетейінші. Қазақ тілі әдебиет сабағына немесе орыс тілден, басқа да пәндерден осыны қолдануларыңызға болады. Мына жерде мысалы имя деп тұр. Имя деген үстін басамыз да, төменде проект деп тұр. Аты жөні деп жазамыз, аты жөні деп осылай ары қарай жазасыздар. Дата, күні, барлығын осылай өзгертіп аласыздар. Мысалы, өзіңіздің пәніңізге қарай тарихтан қолдануыңызға болады. Содан кейін жоғарыдағы мына батырманы басасыз, сохранить дегенді. Жүктеп алып, балаларға жұмыс парақшасы ретінде бере аласыздар. Қайтадан жоғарыдағы батырманы басамыз, главная нұсқасына кіреміз. Біз рабочий листте әлі жүрміз, осы жерден өздеріңізге таңдап ала бересіздер. Мен сіздерге бесплатно жаңағы балаларға арналған нұсқасын көрсеткім келіп отыр. Мен осы Canva-мен сыныптағы оқушылар тізімін, туған күндер барлығын осы Canva-мен жасаймын. Ағылшын тілі пәніне арналған жұмыстар бар. Тегін нұсқадағыны көрсеткім келіп отыр. Мысалы, мына жерде мынау кубик жасауға болады. Қазақ тілі сабақтарына мыналарды қолдансаңыздар қандай керемет. Жазуларын өзгертіп, асықпай осылай кіріп, мұқият қарасаңыздар, керемет жұмыстар бар. Мысалы, мына жұмысты алып қарасаңыз, мына жерде аты жөнін деп өзгертесіз. Мына жерде өзіңіздің кроссвордыңыздың тақырыбын жазып, балаларға осыны да ұсына аласыз.
даже сертификат жасауға болады. Оның барлығын қазір сатып жатыр. Сіздер осы жерден кіріп өздеріңіз қайта қарап отырсаңыздар жұмыс жасауды үйреніп аласыздар. Сертификаттың түрі бар, міне көріп тұрғандарыңыздай. Мынау рабочий листте жануарлар. Осы жерден үй жануарларын тап деп, үй жануарларын суретін қоюға болады. Сертификат көп деген түрлері бар. Міне резюме де осы жерден жасауға болады. Кроссворд нұсқасы. Өзгешелікті тап аяз атамен міне тұр. Осы жұмысты да распечатать етіп қолдануларыңызға болады. Мысалы, осы жұмысты сіздерге көрсетейін. Жаңа жұмыс парақшаның ішінде бар. Name ат жөнін жазасыз. Класс деген жерге жасын жазуыңызға болады, немесе мүлдем жазбай қоюға болады. Мына жерде сөзін өзгертесіз. Сана және боя деп жазуға болады, мысалы. Сана және боя. Одан кейін мына жерге жазасыз толық. Берілген жемістерді сандарға байланысты сәйкесінше бояп шық деп. Мысалы, біріншісі 5 деп тұр, яғни бала 5 алманы бояп шығуы қажет. 3 деп тұр, 3 құлпынайды бояп шығу керек. Содан кейін сохранить етіп аласыз. Осылай каждый парақты сохранить етіп отырасыз. Жұмыс парақшасын жасау үшін. Біз әлі рабочий листтеміз, міне төменге түсе бересіз. Жаңағын сохранить етіп алдыңыз, мысалы. Бұл бірінші параққа қойыңызға болады, жұмыс дәптеріңізге, екінші бетке қоюға болады. Міне мысалы, мынау математикалық жұмыс өте керемет. Мына жерде солай ат жөнін өзгертесіз, жұмыс жаңа тақырыбыңызды жазасыз, тапсырманың қалай орындалу керектігін түсіндіріп жазасыз. Одан кейін оқушы мында цифрды жазу керек, 2 деп. Мына жерде неше қасына жазып шығу қажет. Бұны да сохранить етіп аласыз. Сохранить етіп қойын. Қазір сіздерге PDF форматында қалай жұмыс жасау керектігін көрсететін боламын. Сохранить етілді. Бізде неге камераның ішіне кірсеңіз, галереяның ішіне кірсеңіз, сіздің осы жұмыстан сохранить етіліп тұрады. Міне. Қайтадан главное деп басасыз. Енді мысалы, мынау да өте қызық. Балаларға раскраска жасауға болады. Мына жерде бір деп тұрған санды сарымен бояу керек. 2 деген санды, мына 2 деп тұрған санды жасылмен бояу керек. Мына жерде жазуын өзгертіп аласыз. Қайтадан главныйға барамыз. Осы жерде бір айта кететін маңызды дүние бар. Мысалы, сіздерге бір жұмыс қатты ұнап тұр, бірақ ол платный болып тұр, сіздерге. Сіздер оны былай жасай аласыздар. Мысалы, осы жұмысты сіз алғыңыз келіп тұр. Бірақ бұл жерде сіз сөзін өзгерте алмайсыз. Ол үшін сіз скрин жасап аласыз өзіңізге. Скрин жасап алғаннан кейін жұмысыңызды көрсетіп өтейін сразу. Жұмысыңызды былай қиып аласыз керек жерге дейін. Мысалы, осы жерге дейін қиямыз. Сохранить етеміз. Енді кез келген программамен мына жоғарыдағы, немесе өзіңіздің презентация бар ғой, PowerPoint, сол арқылы да мына жоғарыдағы жазудың үстіне ақ фигураны қойып, жазуын өзгерте аласыз. Мысалы, қайшымен қиып, қайтадан пазлды құрастырып шық деген сияқты жазуын жаза аласыз. Кез келген осындай платный жұмысты скрин жасап қолдана аласыз. Соны ескерткім келіп отыр. Төменге түсеңіз, міне. Кез келген осылай қолдана аласыз. Міне осылай барлық жұмысты жасап аласыз, жазуларын өзгертесіз. Егер платный болып тұрса, жаңағыдай скрин жасап алып, фигурамен жазуын өзгертесіз. Математикадан болса, тек қана математикалық жұмыста. Мына жерде мысалы қол моторикасына арналған, басып үстінен жүріп шығу керек линиямен. Бұл да платный болып тұр. Жаңағыдай скрин жасап аласыз. Галереяға кіріп, қиясыз. Және ағылшынша сөзді өзгерту үшін фигурамен үстін жауып, ақ фигурамен. Одан кейін жазуыңызды жаза бересіз. Міне осылай кез келген жұмысты қолдануыңызға болады. Бұл Canva программасында өте көп мүмкіндік бар. Сондықтан кіріп, міндетті түрде өздеріңізге, оқушыларыңызға осындай бір кішігірім кітапша дайындап қойсаңыздар болады. Сіздермен осылай кітапшаны жасалу жолын бөлісіп отырмын.
видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Басқа да әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, олар да білсін, көрсін. Және міндетті түрде Дара KZ YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыз. Және болашақта қызықты, пайдалы көптеген видеолар салынатын болады. Мұнаның барлығын скрин жасап алып, өзгерте аласыз. Міне. Осылай қолданып өзіңіз көріп, распечат етіп, міндетті түрде кішігірім кітапшаңызды дайындап алыңыз. Баршаңызға рахмет, назарларыңызға рахмет және баршаңызға сәттілік тілеймін.